Елдегі басты қылмыстық жаңалықтар мен жедел мәліметтерді саралайтын із бағдарламасы эфирде. Тәртіп бұзғандар жазасыз қалмайды. Ал әрбір қылмыстың соңында әділеттің ізі жатыр. Бүгін көретіндеріңіз. Қызық көреміз деп бәлеге қалды. Семейде балалардың еркелігі аулада тұрған көліктің күлін көкке ұшырды. Сирек құстарды заңсыз иемденген, заңсыз толған 35 жыртқыш құс. Қарағандыда құсбегілік федерациясының мүшесі өз үйінде заңсыз сәлембақ ашқан. Қос тағдырды жалмаған көлік апаты, Қостанай Қарабұтақ тас жолындағы сұмдық жол көлік оқиғасы. Семейде балалар аулада тұрған көлікте өртеп жіберген. Оқиға куәгерінің айтуынша көлік үйге жақын тұрған. Кейін жалын көп қабатты үйдің терезелер түбінде өсіп тұрған ағаштарға да тарай бастаған. Полиция өрт басталмай тұрып, көліктің жанында шипаланып болғанын анықтаған. Қаржы мониторинг агенттігі Павлодар облысы бойынша департаменті сирек кездесетін әрі жойылып кету қаупі бар 35 жыртқыш құсты заңсыз иемденіп ұстаған жергілікті тұрғынға қатысты тергеуді аяқтаған. 2017 жылдан бері Құсбегілік федерациясының жеке ұлттық құрамының мүшесі болған күдікті Қарағандыдағы үйінде заңсыз сәлембақ ұйымдастырып, Instagram желісі арқылы табиғатта заңсыз толған құстарды жеткізушілермен байланыс орнатқан. Қостанай облысының Бейімбет Малин ауданында Тобыл ауылы маңында Қостанай Қарабұтақ автожолында Kia Sorento мен DAF жүк көлігінің қатысуымен жол көлік оқиғасы болды деп хабарлайды Айқын газет сайты. Апат салдарынан жеңіл автокөлік жүргізушісі мен бір жолаушы оқиға орнында қаза тапты. Тағы бір жолаушы түрлі жарақатпен ауруханаға жеткізілді.